Қайырлы күн, бүгін Талдықорған сервис және технология колледжінің жас ұстаздары Шәкен Аймановтың 110 жылдығына арнап өткізіліп жатқан облыстық кинокиуз интеллектуалдық ойынына қатысып жатыр. Бұл ойын Талдықорған құрылыс техникалық колледжінің базасында өтіп жатыр. Бұл ойынды ұйымдастырған облыстық әдістемелік кабинетіне үлкен алғысымызды айтамыз. Ал Танапа, сөз сізде. Бүгін менің тайлақ балам үйленіп жатыр. Менің арманым орындалды. Ендігі қолымды ұзартып келінді болдым. Келініміз осы колледжден. Ендігі сіздерді келін шайға шақырамыз. Волны голубые у пристани скачут, родственники горько вздыхают и плачут, и с утра кричат беспокойные чайки, и корабль у пристани стоит. Этот Одиссей, чтоб ему провалиться, дома Одиссею никак не сидится, а жена идет вслед за ним и вздыхает, и ломая руки говорит: ты куда, Одиссей, от жены, от детей, Одиссей, Одиссей, милый Одиссей, милый Одиссей. Шла бы ты домой, Пенелопа. С той поры века над землею промчались, звезды зажигались и море качалось, где-то потерялось руно золотое, кончилась Троянская война. Но опять родня у причала рыдает, снова кто-то в путь корабли собирает, и опять кляня свою горькую долю, слезы льет на пристани жена. Ты куда, Одиссей? От жены, от детей, Одиссей. Одиссей, милый Одиссей. Милый Одиссей. Ну шла бы ты домой.